Біздің бүкіл мұсылман түркілердің діни түсініктері, біздің бүкіл тәжірибеміз, құндылықтарымыздың бәрі сопылық таныммен, сопылық құндылықтармен негізделген. Одан кете алмайдың факты. Ғылым соны көрсетіп тұр. Сен бүкіл өнерің, мәдениетің бәрі саласына қара. Әдет ғұрпың, салт дәстүрің, өнердің, музыкаң, сөз өнері түгел. Даже қайсы алайық, философия тұрма, оның мазмұнында да тұр. Діни түсінігінде де тұр. Біз анау ақидада, матуридада болғанмен, амалда ханефи мазхабында біз оны сопылық дүниетанымның ясауи ілімінің негізінде шығарамыз, көрсетеміз. Бізде жаңағы бір нәрсе болса, шариғатқа сай ма дейміз ғой. Құранда аят бар ма, сахих хадис бар деп сұрамаймыз ғой. Шариғат деген кем ғой. Шариғатыңыз өзің білесің ғой. Аят хадистен тұрады, ар жағы иджма, қияс, одан кейін ұрф. Сол ұрфтан көп берілген ғой бізде. Көп үкімдер, шешімдерді өткені біздің түркілердің бұрыннан исламға дейінді, исламнан кейінгі де көптеген аты салт дәстүрлері исламның қағидаттарына қайшы келмейді. Енді ол қайшы келмесе, үндесіп тұрса, оған бір имамдар, шейхтар үкім бере береді, пәтуа беріп кете береді. Ол пәтуаның бәрі жазыла берді ме? Жазылғанда болуы мүмкін, жазылмауы да мүмкін, ол қажеттік болмаса білесің. Өзіңіз білесіз, бізде ағымдардың шығуы, соған қарсы кітаптардың жазылуы, дұрыс бұрыстығын, ол қажеттіктен шықты ғой. Жұртты түсіндіру үшін имам солай ғой. Айтпесе ол шықпайды ғой. Неге бұрын болмады мәзһабтар деген сұрақтар туындаған кезде, ол кейін шықты, өйткені қоғам түсінбеді, әртүрлі түсінік болғаннан кейін соған жауап беру үшін ғалымдар шықты, олар енді негізді кітаптар жазды, сөйтіп белгілі бір түсініктер, мәзһабтар қалыптасты. Қажеттіліктен шығып отыр. Бір сахабалар заманда болған жоқ, ондай қажеттік болған жоқ. Сондықтан қоғамның деңгейіне қарай, интеллектуальный сапасына қарай, ол түрлі жаңағы түсініктердің, ілімдердің шығу содан